Сәлем достар, бүгін құрт в шоколаде жасайтын боламыз. Өте күшті дәмді болып шықты, бізге қатты ұнады. Дайындап көріңіздер. Құрт пен шоколадтың дәмі өте бір-біріне жақсы үйлесіп, бір ерекше дәм шығады екен. Ол үшін алдымен мен осында Альпенгольдтың молочный шоколадын алып алдым. Одан кейін осылай бөліктерге бөліп, мешокқа салып, ерітіп алдым. Ыстық суға салып қойдым, содан жақсылап еріді. Одан кейін құртымды алып блендердан өткіздім. Менде соленый құрт болған. Мен осылай формамызды дайындап алдым да. Бірінші астына шоколадты аздап сеуіп жердім. Көбірек шоколад сеуіп жерсеңіздер де болады. Енді мен бір қолымда камера болғандықтан осылай шамал ыңғайсыздау болды. Бірақ та осы құртымызды ортасына сеуіп шығамыз. Одан кейін үстіне қалған шоколадымызды құйып шығатын боламыз. Морозилкаға бір жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойсаңыздар болады. Шоколадты ұстап көргенде қолға жабыспайтындай кезде дайын болды деген сөз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады және дастарханыңызға ерекше етіп қойсаңыздар да өте керемет болып шығады. Ас болсын достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. bensound.com